14-ші дәріс темекіні тастасаң 9 отбасын тамақтандырасың деген жазба екен. 59-60 беттер. Бәрі түсінікті. Өмірден алынған мысал, соны бір оқиғаны бір ғибрат үшін келтіргенім бар. Бұл жерде түсінетін нәрсе, тәпсірлеуден түсінетін нәрсеміз, жалпы мына сіз үшін аз ақша, сіз үшін бір орынсыз шығындар біреудің кәдімгідей өмірдің сапасын өзгертіп жіберетіндей ақша негізі. Соны көрсету еді. Қысқаша айтсам, біз сол қайырымдылық шара ретінде бір Алматы облысының бір ауылына кітап азық-түлік апарғанбыз. Сол кезде бір қораптың бағасы 8.000 теңге болатын ол кезде. Ішіне макарон, май, бір ұн деген сияқты бір базовый отбасының қажеттіліктеріне жарайтын азық-түлік 8.000 теңгенің коробкасы еді. Сөйтіп 9 отбасы есімде 2 көлік болып жігіттермен жеткізгенбіз. Сол кезде 72.000 теңге ғой енді сол кезде. Енді 72.000 теңгеге сол қайырымдылық 9 отбасын қуанттық. Енді ол шамамен ол кезде бір айға жететін ол бағана бір коробкамыз ше. Бір ай бір аз-аздан десе жеткізетті. Қазір енді 2 аптаға жетуі мүмкін да, бірақ сол кезде 8.000 теңгеге кәдімгі азық-түлік әпересің, өздері қуырып, өздері пісіріп, былайша айтқанда тамағын жасап алады да. Сол үшін сол енді бір азық-түліктің, бір көмектің көлемі сондай болды да. Сөйтіп қайтып келе жатсақ, бір таксист кісімен сөйлесіп қалдым. Темекі тартады екен да енді. Сөйтсем, бір темекі ол кезде 200 теңге тұратын, бір қорап темекі. Сөйтіп есептесек, айына 6.000 теңге жұмсайды екен темекіге. Жылына 72.000 теңге шықты да. Сонда мен әзілдеп айтып отырмын да, аға, сіз деген темекі тастасаңыз бар ғой. Темекі тастасаңыз, мынау ақшаға тура біз қазір 9 отбасына азық-түлік таратып келе жатырмыз да. Тура соны ақшасы шығады екен деп. Енді бір қызық, Алланың шеберлігі, сондай бір 2 математиканы бір жерге тоғыстырып қойған, бәлкім осындай кітапқа енгізсін деп жазды екен, болды ма екен сондай оқиға. Қазір бір кітапқа арқау болып тұр да сол оқиға. Қарасам, тура бір сәйкесті. Ана кісінің шегетін жылына темекіге жұмсайтын ақшасы 2016 екенін ұмытпайық. Ол кезде сәл инфляция басқа, ақша, күнкөріс деңгейі басқаша. Бірақ цифрларға қарасақ, 72.000 теңгеге темекі шегіп тастайды. Қандай пайда? Өзіне қандай пайда? Өзгеге қандай пайда? Тек қана зиян бұл жерде. Ал сол бір жаман әдетінен арылу арқылы ол бағанағы 9 отбасының біз апарған бір айлық азық-түлігін немесе бір отбасының 9 ай бойы жейтін тамағын ол бір жыл темекі шекпесе, бір отбасының 9 айлық тамағын әпере алатын еді. Сол үшін жақсылық жасау өте оңай. Енді бұл ғибратты оқиғадан тәпсірлеу арқылы біз өз өмірімізге қарайық. Біздің бір орынсыз жасап жүрген шығындарымыз бар. Біз енді темекі шегу, бір ставка тігу деген сияқты жаман әдеттеріміз жоқ деп ойлаймын. Мұны аудионы тыңдап отқан адамдарда. Горилла ішу деген, горилла алу деген темекі шегу сияқты деп ойлаймын мен қазір кезде. Егер горилла ішіп жүрсеңіз, тезірек құтылыңыз дер едім сол жаман әдеттен ше. Ол жаман әдет кәдімгідей. Горилланың темекі сияқты зияны одан асып кетпесе кем түспейді да. Сол үшін, енді білмеймін мен қазір горилла қанша тұратын, бірақ сол сияқты сіздің күнделікті өзіңізге пайда әкелмейтін, керісінше зиян әкелетін нәрсеге ақша жұмсап жүруіңіз мүмкін. Бір ойланып көрейікші, біз неге күнделікті ақша салып жүрміз? Неге күнделікті ақша жұмсап? Газировка дейікші, күнделікті газировка алсаңыз. Түсінемін, қазір жазда ыстық болуы мүмкін, жазда су ішкің келеді, бірақ алып жатқан нәрсең саған пайдалы ма, пайдасыз ба? Дәл сол сияқты біз қазір жұмсап жатқан, қайда ақша жұмсап жатырмыз, соған бір қарайық. Сөйтіп есептеп көрейікші өзіміз үшін, математикасын жасап. Мысалы, күніге горилла ма, бір газировка 0,5 кола аласың ба, бір нәрсе алып жүрсің әйтеуір. Бір зиян бір нәрсе алып жүрсің. Чипсы, күнделікті бір жұмсайтын нәрсе алып жүрсің дейік. Сол нәрсеге егер де сен ақша жұмсамай қойсаң,
бір жылда қанша теңге болады? Жай бір есептеп көрейікші. Бір жылда қанша теңге болады ол? Жарайды, енді күнде алмасаң да 2 күн ара бір есептеп көріп, және сол ақшаға қанша отбасын тамақтандыруға болады, есептеп көрсеңіз болады. Қанша адамға жақсылық жасауға болады. Бұл цифрларды білу өте маңызды да, сезіну үшін. Бағанағы 72 мың теңгенің артында не жатқанын сезіну үшін да. Ақша деген негізі салыстырмалы нәрсе ғой. Мысалы, мен айтам да, 5 мың теңге тұрады, қаржы қағидалары кітабы да. Егер де 5 мың теңгеге не алуға болады дейікші. 5 мың теңгеге 2 бағанағыдай үлкен биг баханди бургер алуға болады да. 2 кәдімгідей несімен, картошка фреймен, сусынымен бірге. Енді 2 бургер жеуге жұмсайсың да ол ақшаны, иә. 2 күн бургер жесең, сен қаржы қағидаларына ақша шығады да, мысалы үшін. 2 бургердің желініп, иә, саған ләззат сыйлайды, желініп болғаннан кейін баратын жері қай жер? Бәріміз білеміз қайда баратынын. Түбінде бізден қандай пайда? Бізге қандай пайда? 2 күн, енді 2 күн ораза ұстауға болады, мысалы үшін. Немесе бір салат жеп, немесе бір тек қана түскі ассыз, таңғы және кешкі аспен шектелуге болады, немесе 2 мезгіл аспен шектеліп, қысқасы бір 2 күн бургерді қысқартуға болады, мысалы. Сол 2 бургердің орнына бір кітап алуға болады, қаржы қағидаларын, мысалы үшін. Қаржы қағидаларын алып, ондағы бір ақшаны, мысалы, кемінде 100 лайфхак бар да, ақшаны тауып, көбейтіп, сақтап, үнемдеуге арналған кемінде 100 лайфхак, даже 200 лайфхак бар ішінде. Сонда былай бір заттың құндылығын білу үшін, цифры бір ғой, 5 мың. Білу үшін сөйтіп екеуін салыстырып көру керек та. Сол кезде бәлкім 5 мың теңге деген аз болып көрініп қалады да ақша. Бірақ біз кейде үйтіп анализ жасай бермейміз, салыстыра бермейміз. Біз нәпсіге жағатын нәрсені бір қымбат көрмейміз. Мысалы, темекінің өзін бағана, қазір енді 2016 жылы 200 теңге болса, қазір енді темекі шегетіндер білетін шығар. Енді шекпей қойыңыздар, бірақ қазір қанша екені. Қазір енді 1000 теңгеге жақындап қалған шығар. Жалпы айтайын дегенім осы жазба арқылы. Біз өзіміздің бір шығындарымызға қарайықшы, сондай пайдасыз зиян сезінейікші соның бағанағы. Темекіні жай темекі деп емес, оның темекінің 1 жылдық шығыны, 2 жылдық шығыны, 10 жылдық шығыны деп қарасақ, анау цифрлар кәдімгідей сезінесің, денеңмен сезінесің да, сосын бәлкім ақша үнемдеу, өзіңді нәпсіңді ауыздықтау жеңілірек болатын шығар. Бұған дейін өткен тақырыптардың бірінде жегендей болдым деген бір мешіт туралы айтылады Түркияда. Ол мешіттің тарихы бұл енді темекі сияқты арам нәрсеге емес, бір адал, өзі тамақ жегісі келді, бір жігіт, тарихта болған түрік жігіт. Сөйтіп, бірақ мешітке ақша жинағысы келеді. Бір нәрсе жегісі келіп кетеді, бір нәрсе ішкісі келіп кетеді. Сөйтіп, өзі жегендей болдым деп айтады да, сол сатып алайын деп жатқан затына жұмсайын деген ақшасын мешіттің копилкасына салады да, былайша айтқанда мешітке. Сөйтіп, 20 жылда қателеспесем, мешіттің құрылысына қажет соманы жинайды да. Яғни, мысалы, кетіп бара жатсың, жолда бір бургер көріп қалдың, донер көріп қалдың, мысалы, 1500-2000 теңге тұрады. Жегің келді да, бірақ сенің бір қаржылық мақсатың бар. Енді мешіт болуы мүмкін, тағы басқа бір қаржылық мақсатың болу керек. Сен айтасың, жегендей болдым дейсің да, ана 2000 теңгені бірден неге аудара саласың, сол қорыңа ша, сол жинау қорына. Бүгін бір қызық нәрсе көрдім. Куликовты кофе алып, кофеге келсем, кофе алуға. Бариста бүйтіп жасап қойғанда бір мына жерге чаевые дейді ғой. Тиын тастасаңыз болады. Мен iPhone 15 Pro Max-қа жинап жатырмын дегендей бір арман мақсатын жазып қойған, копилка жасап қойған. Ішінде қарасам, бір 50 теңгелік, 100 теңгеліктер жатыр да, бір 500 теңге жиналып қапты. Яғни теңге тиыннан құралады. Ана жерге енді халық, ана жігіттің, бариста жігіттің қызметіне риза болып бір чай тастап кетсе, сөйтіп бір уақытта iPhone Pro Max-тың ақшасы да жиналып қалуы мүмкін да. Яғни осындай көрінбейтін кішкентай шығындар
кішкентай ақшалар кәдімгідей жинала келе үлкен мұхитқа айналады да. Біз сол үшін мынау жазбадан, осы 2 бетті жазбадан бір түсінетін нәрсеміз, біз бір-ақ шығын деп қарамауымыз керек та. Мысалы, бір рет темекі алдың, ештеңе етпейді деген сияқты. Бір рет горилла алдың, ештеңе етпейді. Жарайды, бұл енді арам нәрселер ғой. Адал нәрселердің өзі. Мысалы, бір рет бургер алдың, ештеңе етпейді. Бір рет тағы бір нәрсе алдың, ештеңе етпейді дегендей. Бір рет деп қарасаң, ештеңе етпейді, иә. Бірақ та сен үшін ештеңе етпейтіндей көрінуі мүмкін, бірақ та бұны бір жылға шағып есептеп көрсең, сол кезде шығынның салмағы сол кезде сезіледі. Бір рет 200 теңге ғой, ол 100-ақ теңге ғой мынау деп қарасаң, иә, ол аз болып көрінеді. Бірақ та соны бір жылға шаққанда қанша болады деп есептеп көрсең, кәдімгідей ауырлығы сезіледі анау ақшаның. Шығындарды мен ойымша сөйтіп есептеу керек сияқты. Яғни кішкентай бір реттік шығын деп қарасаң, иә, ол өте аз. Ой, ештеңе етпейді ғой, бір-ақ рет қой деген сияқты. Бірақ оны ойлаш, күнде қайталана берсе не болады? Күнде қайталана берсе не болады? Сол сияқты енді бұл жазба арқылы мен мынаған шақырам, сандармен ойнауды, сандар арқылы сөйлесуді, сандар арқылы сипаттауды бір үйреніп алсаңыздар, бір әдемі да. Шығынның салмағы сезіледі, тағысын тағы. Қысқа жазбаның қысқа тәпсірі осындай, достар, пайдасы тисін, бір ой салсын, ойланайық, қаржымызбен дос болайық.